Ассаламу алейкум. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ творожный булочкаларды жасайтын боламыз. Бір істегені нық, өте әдемі болып шығады. Қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ал енді бізге булочкаға керек заттар ол ең алдымен творог, май, құмшекер, жұмыртқа, ұн және разрыхитель қажет болады. Ең алдымен біз ұнымызды, разрыхителімізді, майымызды осылай жақсылап араластырамыз. Майымыз ірі болмау керек. Ұнмен осылай жақсылап араласуы қажет. Содан соң құмшекерімізді қосамыз. Оны да жақсылап араластырып, енді творогымызды да қосатын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін жұмыртқамызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, қолға жақпыспайтын қамыр болады. Мінекей қамырды илейміз. Қолымыздағы барлық қамырларды саламыз. Ыдысымыздағы, столдың үстіндегі қамырлардың бәрін осылай жинап, бір зуала қамыр шығады бізде. Енді осы қамырымызды біз салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа, болмаса морозильникке 10-15 минутқа қойсаңыздар болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды екіге бөліп, қамырдың астына үстіне ұнды себеміз, өйткені қамырымыз өте жұмсақ, нәзік қамыр болып шығады бізде. Осылай жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, осындай қамыр болады. Оны 4 бөлікке бөліп аламыз. Кейіннен бір бөлігін 3 бөлікке бөлетін боламыз. Мен салмасына алмадан жасалған варенье қолдандым. Сіздер холодильниктеріңізде не бар, соны қолдансаңыздар болады. Вареная сгущенка, болмаса клубника вареньесін қолдансаңыздар да болады. Енді өз еріктеріңіз ол жаға. Қоспасаңыздар да болады жалпы. Енді екі жағын осылай жақсылап қысамыз, өйткені ішіндегі салмамыз ағып кетпеу керек. Осындай рогаликтерді орайтын боламыз. Дайын болған рогаликтеріміздің астына қағаз төсеп, осындай противеньге салатын боламыз. Араларын кішкене алшақтау қоямыз, өйткені бұлар қазір піскен кезде үлкен болып ісінеді. Осындай бетіне жұмыртқаны жағатын боламыз. Сіздер бетіне мак, болмаса кунжут сепсеңіздер де болады. Менде олар болмады, сондықтан мен ешнеке сеппедім. Болмаса піскеннен кейін сахарный пудраны сепсеңіз де өте дәмді болып шығады, қыздар. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіреміз. Қыздар, сіздер де осындай өте жұмсақ дәмді булочкаларды жасап көріңіздер. Жанұяларыңызды қуантыңыздар. Оларға 100% ұнайтынына сенімдімін.